біздің подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін біз бұрын сонды болмағандай өзекті тақырып қазіргі әлемдегі адамгершілік туралы сөйлесетін боламыз. Адамгершілік дегеніміз не? Және ол бүгін біз үшін неге соншалықты маңызды? Оны бірге түсінуге тырысайық. Қарапайым сұрақтан бастайық. Адамгершілік дегеніміз не? Мораль бұл жақсылық пен жамандықтың, дұрыс пен бұрыстың не екенін анықтайтын мінез-құлық принциптері мен нормаларының жүйесі. Бұл принциптер мәдени, діни немесе философиялық нанымдарға негізделуі мүмкін. Бірақ тұтастай алғанда олар бізді асыл және адал мінез-құлыққа бағыттауға тырысады. Бүгінгі таңда технология мен жаһандану біздің өмір салтымызды өзгерткен әлемде адамгершілік принциптері одан да маңызды бола түседі. Неліктен? Бірнеше себептерді қарастырып көрейік достар. Біріншіден, адамгершілікті сақтауға көмектеседі. Көптеген нәрселер автоматтандырылған және экрандар арқылы көбірек байланыстан әлемде біз адамның шынайы қарым-қатынасы мен эмпатиясының не екенін оңай ұмыта аламыз. Адамгершілік принциптері басқаларға мейірімді, адал және әділ болу қаншалықты маңызды екенін еске салады. Екіншіден, адамгершілік әлеуметтік байланыстарды нығайтады. Ешкім әдептілік пен адалдық ережелеріне мән бермейтін қоғамды елестетіп көріңіз. Мұндай қоғам тез арада хаос пен сенімсіздікке бай алдырады. Моральдық нормалар бізге бір-бірімізге деген сенімді қалыптастыруға көмектеседі. Бұл тұрақты және гүлденген қоғам үшін өте маңызды. Бірақ бұл моральдық нормалар күнделікті өмірде қалай қолданылады? Бірнеше мысалды қарастырып көрейік. Бірінші мысал: жұмыс және бизнес. Жұмыста біз моральдық принциптерімізді сынауға болатын жағдайларға жиі тап боламыз. Мысалы, егер сіздің әріптесіңіз адал емес әрекет жасаса, бірақ сіздің бастыңыз оған көз жұмса ше? Сіз бұл туралы хабарлауыңыз керек пе немесе шетте қалуды қалайсыз ба? Мұндай жағдайларда сіздің принциптеріңізді есте сақтау маңызды. Адалдық пен әділдік сізден батылдықты талап етуі мүмкін. Бірақ сайып келгенде осы қағидаларды ұстану сіздің беделіңізді нығайтады және этикалық жұмыс ортасын құруға көмектеседі. Екінші мысал: жеке өмір. Адамгершілік біздің жеке қарым-қатынасымызда да шешуші рөл атқарады. Мысалы, достықта қиын сәттерде адал болу және достарыңызды қолдау маңызды. Отбасылық қарым-қатынаста жақындарыңызға құрмет пен қамқорлық көрсету. Әлеуметтік медиа және лездік байланыс сияқты заманауи қиындықтар жақындық елесін тудыру мүмкін, бірақ шын мәнінде біздің шынайы байланыстарымызды әлсіретеді. Адамгершілік принциптерін қолдау бізге шынайы және терең қарым-қатынасты сақтауға көмектеседі. Үшінші мысал: қоғамдық қызмет. Біздің қоғамдық қызметімізде мораль бірдей маңызды. Еріктілер жобаларына немесе басқа әлеуметтік бастамаларға қатысу арқылы біз әлемді сәл жақсарту арқылы басқаларға көмектесуге дайын екенімізді көрсетеміз. Бұл қоғамға пайда келіп қана қоймай, өз өмірімізді байтады. Енді қорытындылай келсек, сонымен қазіргі әлемде адамгершілік неге соншалықты маңызды? Өйткені бұл біздің адамгершілігімізді сақтауға, әлеуметтік байланыстарды нығайтуға және барлығымыз үшін жақсы болашақ құруға көмектеседі. Үнемі өзгеріп отыратын әлемде біздің адамгершілік принциптеріміз сенімді эталон болып қала береді. Әрине, бүгін айналада байқасаңыздар, адамгершілік деген аз болып баратыр. Және де жауапкершілік деген өте аз. Адамгершілікті енді тақырыбымыз адамгершілік жайлы болғандықтан бүгін неше түрлі шетелде де біздің арада да қазір елімізде біраз блогерлер, енді танымал болмаса да,
біраз бейнежазбалар бар, кішігірім. TikTok бар ғой, енді TikTokта андасында кездесетін шығарсыздар, эксперимент ретінде. Адам мысалы көзі соқыр ретінде, болмаса жағдай жоқ ретінде біреуге келеді да біреуден бір нәрсе сұрайды, мысалы бір нан алып берші дегендей. Сол секілді көптеген жағдайлар, болмаса мысалдар видео ретінде біреулермен салыстырмалы мысал келтіреді да, кім көмектеседі дегендей, кім адамгершілікті көрсетеді. Сол кезде мысалы сол адамның жанында 9 адам өтсе, 10-шы адам көмектеседі да, көмектескеннен кейін енді жаңағы кейіпкер басты рөлдегі қуып жетеді да, жаңағы көмектескен кісіні оған бір арнайы сыйлық, жаңағы көмегін қайтарады да, және де үстіне арнайы сыйлықтарын ұсынады. Өйткені сіздің адамгершілігіңіз бар екен деп. Бүгін осындай эксперименттер арқылы бүгін адамдар да енді адамгершіліктерді оятып жатыр десек те болады. Өйткені біздің жүректеріміз бүгін өкінішке орай бір тас болып келген сияқты. Біреуді мысалы біреу қинап жатса, біреуге біреу қол жұмсап жатса, басқалар қарап тұрады да, болмаса біреу бейнежазбаға жазады, ал біреу болса өтіп баратады. Бұл маған қатысты емес деп. Мысалы менде бір қазірді есімде, енді басқа мысалдарды келтірсем болады, бірақ мысалдардың бірі екі үлкендей кісі, табдардай, мүмкін бір 40-45 жасар деп ойлаймын, осы екі ортада екеуі де. Жәндерінде бір әйел кісі, екеуінің біреуінің әйелі ма қарындасы ма білмеймін, енді әйел кісі. Көліктің жанында екеуі ұрысып, жағасы ұстасып, бір қырылысып жатыр. Айқайлы шу болып. Әйел кісі ойбай қойсаңдаршы деп айқай шу шығарып жатыр еді. Ер кісі екеуі бір-бірінің жағаларын ұстап, бір-бірінің беттерін соқпақшы. Мен шетте енді бір нәрсе алып жатқанмын ғой, очередьте тұрып. Соны байқап, елдің бәрі қарап тұр. Мен енді мақтанғаным емес, сол кезде барып, екеуінде екі ортаға тұрып, екеуін екі шетке кішкене жылжытуға тырыстым. Үлкен ретінде енді бізде ортада енді үлкен кісілер енді братан дейді ғой енді. Братан енді не болды сіздерге, қойсаңыздаршы деп. Дап-дардай үлкен кісілерсіздер. Бір кішкентай балалар сияқты жаға ұстасып қырылысып жатсыздар деп. Сабырсап, кішкене сөзге келіп, енді бір-біріңізді түсініп, болмаса басқаша сөйлесуге тырыссаңыздаршы деп кішкене ұяттарын оятуға тырыстым. Қойғандай болды содан кейін. Бұл секілді мысалдарды келтіруге болады, достар. Енді адамгершілік қобында. Енді оларға мен ештеңеге көмектескен жоқ. Бірақ мен ештеңеге кеткен жоқ. Жай ғана барып, олардың да бір-бірінің алдында адамгершіліктерін ояттым. Бір кезде кетіп барасам, тағы бір оқиға есіме түсіп жатыр. Үлкен кісі, қолында бір сөмкесі бар, бір жағада жолдың бойында жатыр. Енді көрініп тұрған, жай адам жатпайды ғой, енді бір ішіп алған. Сондай кездерде де ондай да мысалдар көп бүгін. Менде кездескен, сол бірін айтып жатырмын. Ол кісіні кішкене оятып, тұрғызып, ол кісіге де братан тұрсаңыз, немене? Үйіңіз жоқ па? Балашаңыз жоқ па деп. Немене? Кішкене тұрып бір жөн жерге барып кішкене жатсаңызшы. Кетіп барады, бір жолда жатпай. Мақта кішкене балдар өтіп баратыр, кішкентайлар өтіп баратыр. Бәрі көріп жатыр ғой, немене деп. Не мысал келтіріп жатсыз деп. Кішкене оның да ұятын оятып, тұрғызып ары қарай үйіне ме енді қаяққа кетті, әйтеуір тұрғызып жібердім. Бұл да адамгершілік деп ойлаймын мен. Біреуге бір ұятын оятып, болмаса кішігірім көмекті басқалардың арасында ұят болмайтындай. Кейбір жағдайда енді бағдаршамда алдында тұрған кезде кейбір адамдарға да енді көмектесесіз ғой, мейірімділік көрсетесіз. Бұл енді адамгершіліктің бір көмек ретінде жағында да. Басқа жақтарда бар бұның, достар. Әрқайсымыз ең бастысы адамгершілік болайық. Бір-бірімізді сыйласайық, ұрыспайық, сәлеміміз түзу болсын. Бұда бізге жаратушы ерекше мейірімді Құдай көмектесін, сіздерге ақыл-ой берсін, өзіне ерекше батасын берсін. Бүгін бізбен, достар, бірге болғаныңызға рахмет. Келесі бөлімде біз тағы бір маңызды тақырыпты талқылаймыз. Осы қызықты жолды жалғастыру үшін бізбен бірге болыңыз, тіркеліп қойыңыздар. Келесі жолға дейін сау, сәлемет болыңыздар.